16-шы сабақ. Суды қалай тазартады? Сабақта суды қалай тазартатынын білесің. Су құбырға келетін су өзен мен көлдерден алынады. Бұл су қоймаларда өсімдік өседі, жануарлар мекендейді, кейде адам шомылады. Су қоймаларға тұрмыстық қалдық түсуі мүмкін. Бұл судың ластануына алып келеді. Сондықтан суды тазарту станциясында құмнан, тұнбадан тазартып зарарсыздандырады. Тазартылған су құбыр арқылы үйлерге жеткізіледі. Есте сақта, суды ішу не тамақ әзірлеу үшін алдын ала тазартады. Ол үшін сүзгіні қолданады. Сен білесің бе? Суды зарарсыздандыру, жағымсыз иісі мен дәмінен арылту үшін арнайы зат хлорды жиі пайдаланады. Яғни суды хлорлайды. Тазалап болғаннан кейін суды сүзгіден өткізіп, тұндырып және мұздатып хлордан арылтады.